Жақсы, енді бауырыңыздың қазасына оралайықшы. Іс қалай сараланды жалпы? Әлі тергеу жүріп жатыр Жоқ, ғой, мен әлде бітті ме? Астанадан келген кезінде тергөө жабылды деді. Соған маған емес, анама қол қойдырып алып кеткен. Қол қойдырып, осы адвокат, сол маманың адвокат Палманов Жандос қой деймін. Сол кезде. Палманов Жандос маман. Сол қол қойдырып алып кеткен сияқты. Іс тоқтады, іс жабылды деп. Бірақ мен ол жерде жаңағы қатты ашуланғаным, эмоция берілгенім сол желтоқсан айында ғой, 9 ма еді, 10 ма еді, мені қамаған күні мен тек журналистерді күтіп айқатты айтқым келді. Неге бұлай болады деген. Неге десеңіз, өлетін адам тоғайға барып өледі деп ойламаймын мен. Үй бар, қора бар. Мысалы, ана жерде айнала ешкім жоқ. Еще 5 метрлік биіктен секіріп, тоғайда машинасын қауып барып асылып қалады деген мен ойыма келмейді. Еще асылғанда да адамның аяғы жерге тиіп отырған түрінде асылып қалады деген мен ешқашан ондайды менің өзім тәжірибемде қанша суицидке барып жүрмін ғой, шақыртуларда, ауруханаларда ондайды көрмеппін. Мен өзім дәрігер ретінде қанша 10 жылдан артық, 20 жылдық деп айтсам енді өтірік болады, бірақ 17, 18, 15 жылдан артық тәжірибем бар. Сіздің күмәніңіз қандай сонда? Күмәнім, оны танитын кісілер ма, или біреулер алдап шақырып беріп, сөйтіп өлтіріп кетті деп ойлаймын. Мен мынандай сұрақ қояйыншы, Нұрғанат Қайыпбаевтың өз-өзіне қол салуына бір қандай да бір себептер болды ма? Жоқ себеп. Мүлдем болған жоқ қой? Мүлдем жоқ. Ал бұл істі Мейірман мырза, сіз өзіңіз қайттан бастай аласыз ба? Шағым беріп, әлде бұл жабулы қазан жабулы болып қала ма? Жабулы қазан жабу қалдырады.